ешқашан да қарызыңнан құтыла алмайсың. Өйткені сенің қазір шаш жағдайың жақсы емес. Сенің қазір малың арзан. Сен бір жерге барып жұмыс істейін десең, олар саған аз ақша береді. Сондықтан да үйде отырған жақсы, ол жерге барып жан іздегенше. Солай ма? Ал ендеше мен бір әңгіме айтып берейін сіздерге. Күнгода Лойынхау деген біреу бар. Осы адам кәсіп істеймін деп аяқ астынан 35-тен 40 жас аралығында 600 миллион юан қарыздар болған. 6 миллион емес, 60 миллион емес, 600 миллион қарыз болған. Лойынхаудың осыншама қарыздар болғанын естіген кезде шешесінің өзі Лойынхауға бұрын, әй сен семізсің, майлы тамақты аз же, тұздық нәрселерді аз тұтын деген болса, азыр шешесі болған телефон беріп, Лойынхау не жегің келсе, соны же деген сөзді айтқан. Ал тіпті оның достарының барлығы Лойынхауды жанталаса іздеген, ал солардың ішіндегі 80%-і онан барсың ба, қайдасың деп сұраған. Өйткені олар Лойынхау мүмкін әлдеқашан анау бір бинаның үстінен төмен қарай құлап бара жатқан шығар деп ойлаған. Әмәлиятта Лойынхау осының барлығына қасқая қарсы тұрып, тікелей эфирде жасады. Ол қарызды қуатқа айландырды әуелі. Өзінің қарыздарлығыменен жыңғоға танылған бірден бір адам деп айтуға болады. Және бүгінге дейін қарыздарын қайтарып келе жатыр. Өзін қайтадан жаңалап шықты. Ал енді мен осы әңгімені айтқан кезде маған тағы да мынандай қарсы пікірлер түседі. Мен Лойынхау емеспін. Ол секілді қабілет жоқ. Ол секілді орай жоқ, мүмкіндік жоқ. Егер мен де сондай болған болсам, сөйтіп жіберетін едім. Жоқ, біздің Лойынхау болуымыздың, онымен бәсекелесуіміздің де қажеті жоқ. Ең маңыздысы, сен Лойынхау секілді қабілетті болмаған күннің өзінде, сенің мойныңда Лойынхаудікі секілді 600 миллион қарыз жоқ емес пе? Мүмкін көп болса бір 70-80 мың шығар. Я болмаса бір 100 мың үйен шығар. Сондықтан достар, әрқандай мәселені немесе әрқандай қарызды қайтарып таусуға болады. Тек қана біз дұрыс болған іс басқару әдісін қолдануымыз керек. Мынандай бір әдіс бар. Табыстың 1/1 бөлігін өзің үшін сақтап қой. Табыстың 2 бөлігімен қарыз қайтар. Табыстың 7 бөлігіменен өмір сүр деген қағидалар бар. Бұл сонау 5000 жылдың алдындағы Бабилоннан келе жатқан қағида. Сіздің де пайдалануыңызға болады. Өйткені мен осы қағиданы пайдаланып келе жатырмын. Және одан өте жақсы жетістіктерге де жеттім. Ендеше бүгін мен осы бір қарапайым ғана қағиданы сіздерге айтып бердім. Сіз естіп көріңіз. Демек, дұрыс болған экономикалық көзқарас арқылы орынсыз бәсекеден, артық аспа-төк ысырапшылдықтан, қажетсіз дүниелерді сатып алу сынды жаман әдеттерден аулақ бола отырып, өз тұрмысымызды дұрыс ритмді басқаратын болсақ, біз сөзсіз түрде 3-5 жылдың ішінде айналамыздағы 100 адамнан асып түсе аламыз. Егер сен айналаңдағы 10 адамнан асып түсетін болсаң, онда сен осы ауылдағы мықты адамдардың қатарына кіресің. Егер сен айналаңдағы 100 адамнан асып түссең, онда сен тіпті осы аудандағы мықты адамдардың қатарына кіруің мүмкін. Ендеше сынап көріңіз, достар. Егер кескіні ұнаса, тарқатып қоюды ешқашан ұмытпаңыздар. Жақсылық тарқатқан сайын көбейе түсетін болсын, достар. 记得关注再走哦。